Kişeki babalar Karatau'dan köş keledi, köşken sayın bir taylak boz keledi. Karındastan ayrılgan jaman eken, kara көзden möpme jas keledi degen batırlar, onlar imansız bolgan emes. Özüңdegiler sokurma. Birak sol babalarımız жоңғармен kalmakka шыққан вакытында оларды өзгелер басқармаған. Оларды Абылайхан басқарған. Кешегі хандарың Абылхайыр хан басқарған. Кешегі ақырғы ханың Кенесары хан басқарған. Себебі қыздарыны күн қылып, еркегін құл өтуден олар Тәңірісі жалғыз Аллаға ғана шалбарыны бұдан құтылған. Біз егеменді елдің азаматтарымыз. Мен алдан Қайрат Рысқұлбековті онша жақсы танымайтын едім. Егер сол азаматымыз, сол ағамыз тірі болғанда еді, ең бірінші сапта болар еді-ау деп ойлаймын мен. Себебі ол соттан еді. Мен деді алаңға қонайыпты қорғаушы шыққан жоқпын деді. Қарасам алаңда қазақтың қыздарын ұрып төгіп отқан екен деді. Содан шыдай алмай жүгіріп шықтым деді. Қарың, себебі бұған иман болмаса имансыз адам жүре алмайды. Имансыз адам міне қазір кафе, ресторанда, саунада өзінің қызымен тең болған қыздарды зina қылып отыр, рахаттанып отыр. Оларда иман болмайды.